Саламатсыздар ма? 805 есебімізде бірінші есеп x қосу 5 тең 104. x тең болады 104-ге. Мен мынаны шығарып алдым. Келесі жақшаның ішінде x қосу 5 тең 104. x тең болады 104 азайту 5. x тең болады 99-ға. Бұл бізде бірінші есебіміз. Енді екінші есебіміз шығарайық. x азайтылған x 5 тең x жақшаның ішінде 1 қосу 4 бөлінген x. Ортақ бөлім беріп шығаруға болады. Яғни x азайтылған x бөлімінде сосын 5. Осыған ортақ бөлім берсек, яғни x болады да жерге x-тен x квадрат азайту 5 болады. Келесі бізде мыналарға ортақ бөлім беріп шығаратын болсақ, мына жерге x-тен береміз. Тең болады, мына жерге x нені көбейтеміз. X квадрат азайту 1x қосу 4. Енді мына есебімізде мына x-терді қалдырамыз. Қалдырып x квадрат азайтылған 5 тең x квадрат азайту 2 қосу 4. x квадрат x-терді бір жаққа жинайық. x квадрат азайту, мына жаққа шыққанда азайту болады. x квадрат мына жаққа қосу болады. Қосу 2 тең 4 қосу 5. x квадрат пен x квадрат қысқарады. Себебі мына жерде азайту тұр, алдында минус, мына жерде плюс болып тұр, сондықтан қысқарады. x тең болады 9. Бұл бізде екінші есебіміз. Енді үшінші есебімізде x азайту 2 x бөлінген тең 2-ден 1. Бұны шаршылап көбейтуге болады. x азайту 2 көбейтеміз 2-ге тең 1. x-ті 1-ге көбейтеміз, x-тің өзі болады. Енді жақша көбейтейік. 2x азайту 2 4 тең x. x-терді бір жаққа жинайық. 2x-тен азайтамыз x-ті. 4-ті мына жаққа шығарамыз. Минус 4 плюс 4 болады. 2x-тен 1x-ті азайтатын болсақ, x қалады тең 4. Яғни бұл бізде үшінші есебіміз.